Шыңғыс Айтматов. Ана, жер ана. Уа, армысың, келі далам. Дені қарның саума, толғанай. Бүгін шейт кеткен бауырларымды еске алатын күнім еді. Білем, мен де күтіп жатқанмын толғанай. Аяғыңның сырқаты бар ғой, түрегеп тұрма. Кел, мына бір тасқа отыршы. Ең алғаш осы жерге келгенің есіңде ме толғанай? Сен ол кезде кім едің? Кім едің дейсің бе? Жазы жабырқау, қысы құрсау болып жүрген кедейдің жалаң аяқ қыз едім. Жібек көйлек кимесем де көз тартар қыздардың бірі болып өстім. Әрдайым өз көлеңкеме өзім қарап жүруге құштар едім. Көлеңкемнен өзімді көрген кезде қатты қуанатынмын. Мінезім де қызық еді-ау. Мен үшін нан деген аса киелі дүние. Аузыма бір үзімін салып едім, керемет дәм сездім. Мен өмірімде дәл сондай тәтті нанды жеп көрген жоқпын. Өйткені ол менің балапанымның наны. Ол өзімнің комбайн айдаған қолыммен тураған нан еді-ау. Не деген тәбәрік нан еді сол. Балам үшін сол жолғы қуанышымда шек жоқ болды. Ана бақыты деген халықтың қалың ортасынан тамырлай шығатын бір ғана жапырақ екен ғой деген сөз сонда алғаш тіліме оралды. Ана тағдыры деген халық тағдырына тамырлас жатыр. Мен қаншама тағдырдан қатыгездік көріп, басымнан небір қиындық күндер өтсе де, осы сенімнен танбайын. Халқым, қалың елім барда, мен де аманмын, мен де тірі жүрмін. Сол үшін де аманмын, тірі жүргенім де содан. Қасымда жоқ, әлиманда жоқ. Көтер басыңды толғанай, өзіңді өзің ұстай біл. Жарайды. Сол бір күн есімде ме жер ана? Есімде болғанда қандай? Мен еш нәрсені ұмытпаймын ғой толғанай. Тарихтың бәрі тек кітап ішіне сыйып, халық жадында ғана қалады деу қате. Бар әлем тарихы мына менің қойнымда. Сенің бар өмір шежіреңде толғанай, мына менің жүрегімде толғанай. Уа, қасиетті жер ана. Субанқұл мен қасымдай абзал жандар шейт кеткенде, таулар неғып теңселмей, өзендер неғып шайқалмай тұрады екен. Өзің ағайтшы, жер ана. Жер ана, осы шындықты өзің ағайтшы. Адам баласы соғыс қырғынсыз тірлік ете ала ма, ете алмай ма, өзің айтшы. Сен маған аса бір ауыр сауал қойып тұрсың толғанай. Соғыс деген апат кейде тайпа елдерден, тұтас халықтардан із қалдырмай кеткені де бар. Өрт басып күлге айналып талқандалған, құм басқан қалаларда емес. Мына менің тірлік адам баласынан ізіне зар болған ғасырларымда бар. Әрдайым адам баласы соғысқа құлшына түсе бастағанда, «Ей, жараңдар, қан төгісті доғарыңдар!» деп айтпаған кезім жоқ. Уа жарық ненің несі? Адам баласы, сендерге не керек? Жер ме керегі? Міне, мен жермін. Мен сенің бәріңе бірдеймін. Сендердің ешбіріңді аламаймын. Мен сендердің қырғи қабақ, ала көз тіршіліктеріңді қаламаймын. Маған керегі сендердің достық, ынтымақтарың, сендердің ұрыс береке еңбектерің. Бірден тастасаң, бауырыма мыңдан етіп өзіңе қайтарамын. Шыбық қадай салшы, шынар өсіріп берем. Миуалаға шекші, жемісін мен майыстырамын. Мал бағасың ба, шөбін мен асыраймын. Үй саласың ба, шаңырағың боламын. Ал толғанай, сен болсаң, адам баласы соғыс қырғынсыз тірлік ете ала ма деп маған сауал қоясың. Ол маған байланысты ма екен? Жоқ, ол адамға, ол сендердің ақыл парасаттарыңа байланысты. Жақсылық қаласаң да, жамандық қаласаң да, ол адамға. Адам, ол сенің еркіңде, ол адам қолындағы құдірет.